Қайырлы күн қыз-келіншектер, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен морковный пирогтың осындай әдемі және биік болып көтерілген рецептісімен бөлісетін боламын. Менің арнама тіркелуді ұмытпаңыздар, видеоны соңына дейін көріңіздер. Барлық керек заттарды және олардың мөлшерін описание бөліміне жазып қоямын. Қарап шығыңыздар. Ал пирогтың қамына кірсек, алдымен 3 жұмыртқамызды жарып аламыз. Және қантымызды салып миксерлейміз. Миксердің төменгі бөлігінен бастаймыз, одан кейін барып жоғарылатамыз. Жұмыртқалы массамыз осылай көпіріп, әдемі болып, биік болып шығады. Осы видеодағыдай болып шығады. Сол кезде тоқтатасыздар. Енді құрғақ массамызды дайындаймыз. Алдымен қопсытқышымызды саламыз, 1 шай қасық. Осындай имбирь деген приправа бар. Соны шай қасықтың ұшымен ғана саласыздар. Және осындай мускатный орех приправасын аласыздар. Тоже шай қасықтың ұшымен саласыздар. 0,5 қасық сода саласыздар. Және ванильный сахардан 1 қасық саласыздар. Барлығын жақсылап араластырамыз. Енді сұйық массамызды құйып, үстіне тағы да миксерлейміз. Қыздар, міндетті түрде по рецепту жасаңыздар. Көз мөлшерімен жасамай ату пирогтарыңыз шықпай қалады. Одан кейін майымызды қоямыз, керек жаңғағын қоямыз. Керек жаңғағын ұсақтап турап алдым. Одан кейін үкіштің кішкентай көзімен өткізіп алдым сәбізді. Сосын жақсылап араластырып аламыз. Осылай видеодағыдай бірінші қоспай жатып араластырамыз, одан кейін барып қосамыз. Біреулер түсінбей жатады, піскен сәбіз ба, піспеген сәбіз ба деп. Қыздар, піспеген сәбіз бұл. Өлшеп алған, електен өткізіп алған ұнымды осылай салып, тағы да лопаткамен көмегімен бастаймыз бірінші, одан кейін барып миксермен миксерлейтін боламыз. Барлығы біріккенше миксерлесеңіздер болады. Енді қыздар, ортасына салатын кремді дайындаймыз. Бұл творожный сыр, осындай 400 граммдық, соны барлығын саламыз. Енді бұл творожный сырдың дәмін айта алмаймын, өте дәмді болып шығады. Одан кейін үстіне бір кішкентай жұмыртқамызбен сахарная пудраны немесе қантты да салсаңыздар болады. Басында осылай лопаткамен көмегімен араластырамыз, одан кейін миксердің көмегімен миксерлейтін боламыз. Жұмыртқасымен бірігіп, қанты ерісе болды қыздар. Енді формамызды дайындап аламыз. Мен осындай кальцоны қолдандым, 26-ға қойып алдым. Қыздар, кальцоны асты ашық болады, сол үшін міндетті түрде фольгамен 2 рет орап аласыздар, жан жақтарын қысып. Енді массамыздың тең жартысын қоямыз, немесе весельдің көмегімен өлшеп алсаңыздар да болады. Осындай торттарға арналған арнайы пакетик бар ғой, соған бағана творожный массамды салып алдым. Осылай басынан бастап шетіне дейін құйып шықтым. Осы видеодағыдай құйып шығасыздар, қатты сыртына шығып кетпесін, әйтпесе пирогтың сыртына шығып ақ кетуі мүмкін. Ең жаңа қалған массамыздың үстіне біркелкі құйып шығатын боламыз. Кейбір жетпей қалған жерлеріне осылай лопаткамен тигізіп жібересіздер. Қыздар, осы кезде духовкаларыңызды міндетті түрде қызып тұру керек. Қызбай тұрған пешке салып жіберсеңіздер, пирогтарыңыз көтерілмей қалады. Қызып тұрған пеште 170-180 градуста 40-45 минутта пісіріп алдым. Піскен-піспеген қалай білсе болады? Егер де зубочисткаларыңыз пирогқа тыққан кезде влажный болса, егер піспеген деген сөз, ал сухой болса, піскен деген сөз. Және бетін осылай әсемдедім. Сахарная пудрамен осылай құйып шықтым қасықпен вилканың үстіне. Қыздар, енді бұл пирог өте хит болып жатқан пирогтардың бірі. Дәмі өте нәзік, өте дәмді болып шығады. Балаларыңызға жасап берсеңіздер өте сүйіп жейді. Және бұл өте пайдалы десем де болады, себебі оның ішінде сәбіз бар, орех бар. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Видео ұнаса, лайк басып, комментарий жазып, өздеріңіз достарыңызбен бөліссеңіздер болады. Және де айта кететін жайт, духовканы қайта аша беруге болмайды. Бір салып қойғаннан кейін, осы 40-45 минут өткеннен кейін барып, қызарғаннан кейін барып, бетін қарасаңыздар болады. Пирогты пешке салғаннан кейін наным мен пирожкимді де пісіріп алдым. Мен каналымда видеолар өте көп. Міндетті түрде тіркеліп алыңыздар және видеоны қарап шығыңыздар.